Қарлығаш пен жылан. Ертеде бір тыныш ауылда мейірімді қарлығаш өмір сүріпті. Ол адамдарға жақын ұшып, үйдің шатырына ия салған екен. Ал сол маңда айлакер әрі қауіпті жылан да мекендепті. Бір күні жылан қарлығаштың ұясын көріп, ішіндегі балапандарға көзі түседі. Мынандай әлсіз балапандар оңай олжа ғой деп ойлайды жылан. Ал қарлығаш болса, ештеңеден бейхабар, жем іздеп ұшып кетеді. Жылан ияға жақындап, жоғары өрмелей бастайды. Осыны байқаған қарлығаш тез ұшып келіп, «Тоқта, жылан, балапандарыма тиіспе» деп шырылдайды. Бірақ жылан тыңдамай, қорқыта сөйлейді. Қарлығаш жалғыз өзі жыланға шамасы келмейтінін түсінеді. Сонда ол айласын тауып, ауылдағы адамдарға көмек сұрайды. Шырылдап ұшып, адамдардың назарын өзіне аударады. Адамдар қарлығашты мазасызданғанын байқап, шатырға қарайды. Сол сәтте жыланды көріп, оны қуып жібереді. Қарлығаш балапандарын аман сақтап қалады. Содан бері қарлығаш адамдарға жақын ұшып, бейбіт өмір сүріпті. Ал жылан өз айласының іске аспағанын түсініп, алыстап кетіпті. Ақыл мен бірлік кез келген қауіпті жеңеді.